Қайырлы күн. Бүгін сіздерменен біз аватарлар туралы дегеніміз не? Аватар дегеніміз бұл кейіпкерлер. Мысалға айтатын болсақ, мен өз тәжірибемде менің аватарларым бар. Мысалға, бірінші аватарым. Бұл мынау неге? Аватарлар бұл жаңағы ойлап табылған бұл кейіпкерлер. Бір нәрсені жеткізу үшін әр адамның өзінің кейіпкері болады. Мынау менің кейіпкерлерім. Енді осы бұлар менің аватарларым, авторы өзім. Бұны мен қалай пайдаланамын? Бұны мен кәсіптік бағдарлауда осыны пайдаланамын. Мысалы айтып кетейін. Біз құмырсқа. Мына жерде қазір берілетін болады Роберт Кийосакидің жаңа табыс арналары дейміз, табыс квадранттар дейді. Соның ішіндегі бірінші қызыл квадрант. Бұл жұмысшыларға арналған квадрант. Бұда менің аватарым, бұл құмырсқа. Құмырсқа бұл физиократияны насихаттайды. Өздеріңіз білесіздер, Ыбырай Алтынсариннің құмырсқа шығармасында да біз балаларға мектеп жасында осы құмырсқаны біз оқыта отырып, балаларды жұмысқа баулитын боламыз. Осы жұмысқа тәрбиелеуде осы құмырсқаның маңызы зор. Бұл жаңағы жұмыскерлер квадрантына осы мен құмырсқаны пайдаланамын. Бұл менің аватарым. Екінші аватарым бұл жаңағы шегіртке. Бұл шырылдау шегіртке. Бұл шырылдау шегірткені мен мынау табыс арнасындағы шағын және орта бизнес квадрантына осы шегірткені пайдаланамын. Бұны қалай пайдаланамын? Өздеріңіз білесіздер, қазір бизнес аш дегенге екінің бір бизнес аша салады. Бірақ зерттеулер бойынша бұл әрбір 100 бизнестің 95-і банкрот болады. Сондықтан бұл шырылдау шегіртке ұқсап, квадранттан квадрантқа секіріп бара салмай, оны жоспарлап бару керек. Одан кейінгі менің аватарым бұл неде? Жаңағыдай. Аватарым бұл кәсіпкер квадрантына. Мінекей қазір көрсетілетін болады сіздерге. Кәсіпкер квадрантына бұл Дәуітті алып отырмын. Дәуіт, өздеріңіз білесіздер, жыланның бала кезімізде бұны қаһарман кейіпкер ретінде беріледі. Және де бұл шынымен де бұл кесірткенің өзінде жеп қоя алатын сондай қуат күші бар. Бұның жаңағы жыланның көзін шұқаған Дәуіт осы. Яғни кәсіпкер дегеніміз не? Кәсіпкер дегеніміз өзі жұмыс беруші. Мынау бір аватарым бұл жылан. Жылан менен жаңағы Дәуіт. Мынау жыланның қызыл болып атқаным, бұл жаңағы қызыл квадранттағы құмырсқаға қорқытатын бұл улы жылан. Яғни жұмыстан босайсың. Жұмыссыз қалу дегеніміз мінекей. Осыны жылан кейпінде алып отырмын. Менің аватарым бұл жұмыссыз қаласың деген кейіпкерге мен осы жыланды алып отырмын. Яғни мына құмырсқа квадрантында мына жылан бұл басты жақынырақ тұрады. Себебі бұл қауіп қатерлі. Сіз жаңағы физиократтарға жылан қатерлі. Жылан дегеніміз сен жұмыссыз қалдырасың, жұмыссыз болып қалу. Сондықтан жұмысқа деген бәсекелестік көп. Сол жұмыссыз қаласың деп шағып алам деп тұратын жыланыңыз осы. Бұл менің аватарым. Бұл аватар жаңа жұмыссыз қалдыру деген білдіреді. Бірақ бұдан қорқпайтын кім? Бұдан қорқпайтын Дәуіт. Дәуіт, яғни кәсіпкер. Кәсіпкер деген жұмыс беруші. Бұл Дәуіт қорқпайды. Бұл менің жаңағы кәсіпкерліктегі аватарым. Бұл Дәуіт. Қазір мына жердегі неден табыстар арнасынан қарап қойыңыздар. Менің мына бір аватарым бұл 8 аяқ өрмекші. Бұл абай мен бұл аватарымды ойлап табарда мен 4 жылға жуық ойландым. Содан кейін Хакім Абайдың 175 жылдығында біз ұлықтадық қой Хакім Абайды. Сонда 8 аяқ өлеңі есіме түсіп, сонда мен осы инвестор квадрантында инвесторды осы мен өрмекші аватарын алып отырмын, инвесторды түсіндіру үшін. Инвестор дегеніміз, сіз қараңыз, бұл бәрінен табыс алып отырушы, өрмекші.
Көрдіңіздер ме? Бұл өрмекші мынау тұрған жұмысшы құмырсқа квадрантына да ықпал етеді инвестор. Яғни мынау өрмекші инвестор болмаса, мемлекетте жұмыс күші азайып кетеді. Көрдіңіздер ме? Мына өрмекші еңбек нарығына әсер ете алады. Көрдіңіз ба? Екінші, мынау жаңағы бұл өрмекшінің өрнегіне шағын бизнес шегірткеде түсе алады. Түсіндіңіздер ме? Ал енді бұның торына айтайық, дәуітте түсе алады. Себебі банкке, инвесторға дәуітте мұқтаж, яғни торына түсе алады. Ал және де жаңағы жұмыс беру, жұмысты көбейту, ол жаңағы мынау жыланыңызда 8 аяққа тәуелді болып тұр. Бұның барлығы менің өзімнің педагогикалық жолымда, өзімнің инновациялық және мынау синтетикалық ойлау нәтижем бойынша табылған менің аватарларым. Мінекей, аватар дегеніміз осы. Әркімнің өзінің аватары болуы мүмкін. Болуы керек. Түсіндіңіздер ме? Кейіпкері. Мысалға сіздерге айтып кетейін. Мысалға жаңағы кезінде коммунистер байларды жек көрсету үшін мысалға алдар көсені ойлап тапты. Көрдіңіздер ме? Коммунизм үшін барлық халық пролетариат болсын деп. Түсіндіңіздер ме? Сонда осы мынау алдар көсені ойлап тапты. Ал ертегілерде осы құмырсқа барлық кітаптарға енгізілді. Себебі саясат физиократия болатын. Елдің барлығы банк құрамайды, әлем халқының 1% инвестор болуға жақындау, 1% десек те оны артық айттық деп ойлаймыз. Себебі инвестор болу оңай емес. Ол өрмекші өз өрмегін құру арқылы бәрінен табыс тауып отырады. Яғни инвесторлыққа тәрбиелегенде мен осы аватарларды өмірде қолданамын. Мінекей, аватар дегеніміз қарапайым қазақша осылай.